Үшінші дәріс психолингвистикадағы сөйлеу онтогенезі. Дәріс жоспары: тілде психикалық кешеннің болуы, баланың тілді игеруі, тілдесімге дейінгі кезең, дыбыстық формаларды игеру, дыбыстық мағынамен байланысы, сөз қорының ұлғаюы, морфологияны игеру. Тілде психикалық кешеннің болуы. Адамды адам қылған, ары қарай дамытып, әрқашан жетілу үстінде құбылыс ретінде ең алдымен тілді атауға болады. Тіл адам ойын жетілдіру үшін, әлемді қоғамды танытушы. Тіл арқылы әр адам өз ойын, өз пікірін жеткізе алады. Қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі. Тілді тиімді әрі дұрыс пайдалану адамның сөздік қорының және оны орынды қолдануына байланысты екендігін байқаймыз. Психологиялық педагогикалық зерттеулерде қалыптасқандай, баланың психикалық дамуының толықтығы ең алдымен ең маңызды мәселелерінің бірі баланың сөйлеу тілі жағдайы. Бәрімізге белгілі болғандай, қалыпты сөйлеу тілінің даму кезеңі баланың мектептегі келешекте оқушының сөздік қорының және тілдің грамматикалық формалары, сауаттылықты меңгеруде дайындығының міндетті түрде қажет екендігін белгілі. Фонетика, фонематикалық және сөйлеу, ерекше сөйлеу тілінің лексика, грамматикалық жағының жетіспеушілігі басқа психикалық процестердің қалыптасуына кері әсерін тигізеді. Сөйлеу тілін дамыту жұмыстарында зияты бұзылған балалардың арнайы мүмкіншіліктерін, дағдылары ғана емес, сонымен бірге коррекциялық тәрбиелік жұмыстың ұйымдастырылуы ескеріледі. Осы сөйлеу тілін дамыту мәселелерінің аспектілерін зерттеу барысында фонематикалық қатарына сөздік қордың құрамын, сөйлем құрауын, тағы да басқа процестер параметрімен айналысқан ғалымдар бізге белгілі. Белгілі әдіскер ғалым Сарбаевтың диссертациясында зерттеген мәселелерінің бірі оқушының сөздік қорының байыту мәселесінде әдіскер ғалым оқушыға үйретілетін сөздерді таңдауға мән берген. Бұл ретте ғалым оқушыларға нақтылы деректерді, заттардың атын үйретуден бастаудың пайдалы екенін дәлелдеген. Әдіскер ғалым оқушыға үйреткен сөздер мен сөз тіркестері бір-бірімен байланысты болу қажет деген пікірді дәлелдейді, деген пікірді ұстанады. Ал енді оқушылардың сөздік қорын молайтудың амал тәсілдері бойынша әдіскер ғалымның ұсынған, дәлелдеген бірсыпыра пікірлері бар. Сарбаевтың сөздік қорды жинау, байыту үшін оқушы сөздерді түсінбей жаттап алмауы керек деп санайды. Ол дұрыс, өйткені сөздер тез ұмытылады. Әдіскер ғалым сөздерді үйрету табиғи жағдайда оқушының есту, көру, сезіну сияқты қабілеттерін түгел қатыстыру арқылы іске асуы қажет дегенді ұстанады. Жалпы сөйлеу онтогенезі дегенге тоқталатын болсақ, сөйлеу онтогенезі бұл баланың, жеке тұлғаның сөйлеу тілінің қалыптасып даму процесін зерттейді. Қазіргі таңда тілді игеру теориясы сөйлеу онтогенезі кең ауқымда қарастырылатын дисциплина болып табылады. Психолингвистика аясында пайда болғанмен, ол ертеден-ақ өзіндік ерекше дербес статусқа ие. Сөйлеу онтогенезі бірнеше мәселелерді қарастырады. Ең бірінші табиғаттағы жан-жануарлар тілі, сөйлейтін жан-жануарлар, Маугли балалар тілі, тілді меңгерудегі сындарлы кезең, баланың тілді меңгеруі, сөйлеуге дейінгі этап, дыбыстық форманы меңгеру, дыбысталудың мағынамен байланысы, сөздік қордың белсенді түрде дамуы және де морфологияны меңгеру. Ең бірінші сөйлеу онтогенезінде біздің тоқталатынымыз бұл табиғаттағы жан-жануарлар тілі.
Адамның тілі шықылықтау, ысылдау, мөңіреу, ысқыру, және тағы сол сияқты жануарлар әлемінде кездесетін коммуникативті құралдардың кішкене бөлігі ғана. Жан-жануарлар тілі сигнализацияның өте күрделі емес жүйесін құрайды. Түрлі модальдық реңкке ие сигналдар арқылы, мысалға дыбыс, қимыл, қозғалыс, тұрыс, иіс, түр-түс тағы да басқа жан-жануарлар бір-біріне маңызды биологиялық құбылыстар және жай-күйлер жайында информацияны, яғни ақпаратты жеткізеді. Мысалға қауіп-қатер, дабыл қағу, қорқыту деген сияқты. Жан-жануарлар тілінің адам сөйлеу тілінен ең басты маңызды айырмашылығы бұл семантикалық қызметтің болмауы. Жан-жануарлар тілінің элементтері сыртқы заттарды дәл өздері білдірмейді. Абстрактілі қасиеттері мен қатынастарын ғана көрсетеді. Сондай-ақ жан-жануарлар тілінде адамдардың сөйлеуінде маңызды рөл атқаратын болымсыздық функциясы жоқ. Жануарлар оқиға, құбылыстың өткен нақты уақытын көрсете алмайды. Және де ол шарттарлы конструкцияларды, мысалға егерде деген сияқты конструкцияларды құрастыра алмайды. Жануарлар тілінің адам тілінен тағы бір ерекшелігі ол генетикалық тұрғыдан бекітілген. Нәтижесінде жануарлар тілі шектеулі сигналдардың жабық жүйесіне айналады. Әрине, мұндай сигналдардың мөлшері үлкен болуы мүмкін. Мысалға, аралар информацияны таратуда тек қимыл қозғалыстарды ғана емес, жанасуды да қолданады. Жалпы алғанда кез келген жануар дүниеге келгеннен өз түрінің тілін және сигналдарын мәнін біледі. Ал керісінше, адам тілі ол ашық жүйе, ол генетикалық тұрғыдан бекітілмеген және үздіксіз дамып өзгеріп отырады. Сөйлейтін жан-жануарларға келетін болсақ, үй жануарлары бар адамдар жануарлар тіліне ресми ғылыми көзқараспен қараудан бас тартады. Мысалға, мысық, ит пен тоты-құстың иелері өздерінің жануарларын күрделі тілдік айтылымдардың мағынасын тіпті бірінші рет естіп тұрса да түсіне алатын мысал келтіріп жатады. Жануарлардың адам тілін қолдануды үйрену мүмкіндігі ертеден адамдарды қызықтырған. Ғылыми бағыттағы мұндай ұмтылыстар тек адам баласына тән интеллект немесе ерекше тілдік қабілетке жануарлардың қабілеті жете ме деген сұрақтар жауап беру негізінде жүзеге асады. Адам тілін үйрену үшін ең белгілі кандидат бұл шимпанзе болып табылады. Себебі оның генетикалық коды шамамен 98,4% адамға сәйкес келеді. 1940 жылдары американдық зоологтар Кейти мен Кейт Хайес жанұяларында өздерінің ұлдарымен бірге тәрбиелеу үшін ұрғашы шимпанзені асырап алады. 3 жылдан кейін Викки есімді маймыл тек 4 ағылшын сөзін айтуды үйренген. Ол мама, папа, ап, яғни ағылшын тілінде жоғары, кап, яғни ол ағылшын тілінде кружка, шыны, ыдыс. 1971 жылы американдық ғалым Дэвид Премок Сара есімді маймылды құрамында түстері, жемістері, іс-әрекеттері және бірнеше функцияларды білдіретін 130 магниттік карточкалардың көмегімен тілдесуге үйреткен. Сөздердің жасанды бірнеше тіркестерінен тұратын типтік фразаларға Сара болымсыз түрде жауап берген. Маймыл айтарлықтай қысқа мерзім ішінде біраз синтаксисті меңгереді. Келесі бір американдық приматологтар жанұясы, рамболар, Лана есімді шимпанзені еркиш деп өздері атаған болатын қарапайым жасанды тілге үйреткен. Экспериментте объектілер мен іс-әрекеттерді білдіретін 7 түрлі түсті болып келген 9 түрлі геометриялық формалардың жиынтығынан тұратын фигуралар қолданды. Лана қажетті сөйлемдерді жасау үшін компьютердің перне тақтасындағы белгілі бір пернелерді басу керек. Лана жүздеген осы секілді сөйлемдерді құрастырды. Мұның өзі ғалымдардың жануарлардың тілге деген қабілеті шектеулі деген қорытынды шығаруына мүмкіндік берді.
Сонымен қатар келесі маймыл бұл кішкентай кезінен Коко адамдардың жанында өседі. Фрэнсин Петерсон оған жестикуляция арқылы сөйлесуді үйретеді. Нәтижесінде Коко 1000-нан астам жест үйреніп, 2000-ға жуық ағылшын сөздерін түсіне алады. Бұл горилла терең мұқаулар тілінің 375 жестін қолдана білген, және метафоралар қатарын құрайды білумен белгілі болған, яғни дрессировщиктің айтуына қарағанда, маймыл әзілдей де алады, алдай да білген, алайда бұл ол үшін жеткілікті дәлелдемелер келтіре алмаған. Коконың суреттері, бұл Кокомен жасалған эксперименттен үлгі. Коко горилла бола тұра, ол бала мысықты асырайды, өз баласындай қарайды. Осы арқылы эксперимент барысында горилланың аналық инстинкті және қамқор болуы ғажап көрініс табады. Сонымен қатар, Хомскийдің пікірінше, жануарлар ерекше тілдік қабілеттің болмауына орай сөйлей алмайды. Ал белгілі француз психологы Жан Пиаженің және бірқатар ғалымдардың тұжырымдауынша, адам тілі секілді күрделі құбылысты меңгеруге қажетті жалпы интеллект жануарларда жоқ. Келесі тарауда бұл Маугли балалар. Жалпы адам қоғамынан тыс жануарлар арасында қалған балалар қалыпты адам болу мүмкіндігін жоғалтады деп есептелінеді. Бірақ тарих беттерінде адамдар арасында тәрбиеленген балалар қалыпты адамша өмір сүруге оралғаны жөнінде мысалдар кездеседі. Маугли адам баласы жайындағы аңыз барлығына жақсы таныс. Шын мәнінде повестің соңы жоқ. Маугли адам қоғамда өмір сүруге бейімделе алды ма, қалыпты адам бола алды ма белгісіз. Бірақ Маугли жайындағы оқиға деректі түрде дәлелденген фактілер қатарынан Киплинг тарапынан болған әдеби өнімдемесі ғана. Мысалға, Геродот баяндауындағы Псаметех патша жөнінде айтатын болсақ, Египетті біздің дәуірімізге дейінгі 7-ші ғасырда билеген патша жер бетіндегі ең ескі халық кім екенін білгісі келеді. Ол қойшыға жаңа туылған 2 нәрестені адам аяғы баспайтын жерге апаруды бұйырады. Қойшы балаларды бөлек лашықта ешбір сөйлемей отырып тәрбиелеуге тиіс болады. Осылайша 2 жыл өтеді. Бір күні қойшы балалардың бекос деген сөз естиді. Қойшы 2 баланы патшаға алып келеді. Патша бекос сөзі қай тілде екенін, мағынасы қандай екенін білу үшін кеңесшілерін жинайды. Ақылшыларының бірі бұл сөз орталық Түркияда өмір сүрген фригийлердің тілінде бұл сөздің бар екендігін және де нан деген мағынаны білдіретінін анықтайды. Осыдан бастап египеттіктер фригийлер ең көне халық екенін мойындапты деген аңыздар бар. Бұл көне дәуірден келе жатқан эксперименттердің, яғни адам санасын, жануарлар тілін меңгерудегі жүргізілген эксперименттер болатын. Осы сияқты тағы да көптеген эксперименттер болған. Мысалға, қатыгез эксперименттің бірі үнді императоры ұлы Акбар және де 4-ші Джеймс шотландық ұзақ уақыт бойы қапаста ұстаған нәрестелерін алғашқы сөздерін естіп, балалар таза иврит тілінде сөйлеп жатыр дегенді хабарлайды. Сонымен қатар 1970 жылы ақш-та тағы бір 13,5 жас бала, жабайы бала табылған. Дженни есімді қызды әкесі 1,5 жасынан бастап 12 жылдық жабық бөлмеге ұстаған. Психологиялық тесттердің көрсеткіші бойынша ол қыз 2 жасар бала тілді меңгеру деңгейінде қалып қойған. Дегенмен Дженни тілді басқа балалармен ойнауға, оларды тіпті алдауға қолдана білген.
Яғни жоғарыда келтірген мысалдар бойынша бала тек адамдар қоғамында ғана емес, адам бола алатындығын дәлелдейді. Егер де ежелгі аңызға және де беккос деген сөзіне келетін болсақ, мұнда балалар фригид тілі былай тұрсын, ешқандай тілді де білмеген. Негізінде олар адамдардан емес, ешкі және қойлардан, айналасындағы ам, қоршаған нәрселерден күнделікті естіп жүрген дыбыстарын қайталауға тырысқан болатын.